Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді медовик тортын дайындайтын боламыз. Бұл өзімнің тапқан рецебім, өте оңай дайындалады. Ауызда еритін торттардың біріне айналады. Дайындап көруге кеңес беремін. Ең алдымен кастрөлге жартылай су құйып, қайнағанша отымызға қоямыз. Барлық ингредиенттерімізді өлшеп, осылай дайындап алдым. Енді ыдысымызға сармайымызды салып, кішкене ертіп аламыз. Кастрөлдің үстіне ыдысымызды қойғанда асты тимей тұруы керек. Кішкене ертіп алған соң сармайымызды үстіне қантымызды саламыз. Шым-шым тұз. Венчикпен кішкене араластырып жібереміз. Осының үстіне 3 жұмыртқаны саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Сары уызымыз араласқанша жақсылап араластырып жібереміз. Енді осының үстіне балымыз саламыз. Балымыз таза, табиғи болғаны жақсы, яғни натуральный мед болғаны жақсы. Осыны жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Дайындаған массамызды су моншасына, яғни водяной баняға қойып, кішкене ерігенше жақсылап араластырамыз венчикпен. Венчикпен араластыруды тоқтатпаймыз. Осылай беті ағарып, ысығаннан кейін дайындаған содамыз бен лимон қышқылын осылай араластырып жібереміз бірге, бөлек кеседе. Және де осы массамыздың үстіне құйып жібереміз. Жақсылап венчикпен айналдырып тұрамыз. Венчикпен айналдыруды тоқтатпаймыз. Осы массамыз 2 есе көбеюі керек. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 2 есеге көбейеді. Енді осы массаны су моншасынан түсіріп аламыз. Осының үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жіберуге болады. Ешқандай комок болмайды. Тек артық ұн қоспаңыздар. Менің рецебімдегі 560 грамм ғана ұн қосасыздар. Менің осы жердегі кеңесім венчик қолданбаңыздар. Үлкен ас қасықпен осылай араластырып алуға болады. Бір шетке дайындап қойған 100 грамм ұнымыздың шетінен алып отырамыз. Үстеліміздің үстіне осылай кішкене ғана ұн сеуіп, дайындаған қамырымызды осы ұнның бетіне жайғастырамыз. Қамырымыз жабысқақтау болады, оған еш нәрсе етпейді. Осының үстіне тағы да кішкене ұн сеуіп, қатты илемейміз, кішкене ғана ұнмен араластырып илеп аламыз. Енді рулет тәріздес қылып, осылай қамырымды формасын келтіріп аламын.
және де пышақтың көмегімен бірінші өлшеп шығамыз. Міне осылай өлшеп шықтым. Менде 10 бөлік шықты. Осылай жаңағы сызықтың үстінен кесіп шығамыз. Және де екі алақанымның көмегімен осылай шар тәріздес қылып барлығын домалақтап шығамыз. Тақтайшама кішкене ұн сеуіп, осы барлық қамырымды соның үстіне жайғастырып шығамын, және де орамал жауып бір шетке қоя тұрамын. Пергамент қағазын осылай үстелдің үстіне төсеп аламыз. Мен осылай өлшеп, қиып дайындап қойдым пергамент қағазын. Яғни 9 коржымыз болса, 9 пергаментімізді дайындап аламыз. Осылай кішкене ұн себеміз. Шетінен қамырымызды алып отырып, осылай ұнның үстіне жайғастырамыз, және де қолымызбен кішкене басамыз. Содан соң оқтаудың көмегімен осыны жіп-жіңішке қылып жазып шығамыз. Жазып алған қамырымыздың үстіне мен үлкендеу тарелка қойдым. Сіздер кез келген тарелканы қоюға болады. Және де пышақтың көмегімен осылай айналасын сызып, формасын келтіріп аламыз. Піскен бойда сызбаңыздар. Осылай піспей тұрған кезде сызып алыңыздар. 180 градусқа осыны қызарғанша пісіремін. Қатты қызартып керек емес. Кішкене қызарғаннан кейін шығарып аламыз. Қызарып піскеннен кейін жаңағы тарелканы қойып аламыз. Сызығымыздың үстінен кейін пышақпен жүргізіп шығамыз. Сонда ғана осы айналасындағылар тез оңай алынады. Міне видеодадай осылай кейін қарай майыстырып алсаңыздар болады. Және де жан-жағындағысын мен осылай бөлек тарелкеге жинап отырамын. Бұл кейін біздерге ең соңында крошка жасап тортты әдемілеуге керек болады. Міне осындай әдемі дөңгелек форма шығады. Ысылай күйінде осылай пергамент қағазынан босатып аласыздар. Және де барлық осы корждарымызды бір-бірлеп пісіріп шығамыз. Корждарымызды қатты қызартып керек емес. Осылай қызарса ғана болғаны, корждарымыз жұмсақ болуы тиіс. Неке осындай қолға ұстағанда жұмсақ болғаны жақсы. Кремімізді дайындаймыз. Ол үшін біздерге сгущенка мен қаймақ қажет болады. Екеуін жақсылап араластырамыз. Бұл жерде айта кететінім, қаймақтың сапасы жақсы болғаны дұрыс, 20-25%. Үлкендеу ыдыс алып алдым. Және де осының бетіне фольга төседім. Фольга кремнің ағып кетпеуіне жақсы ұстап тұрады.
егерде фольга болмаса, сіздерде еш нәрсе етпейді. Алғашқы коржымызды осы фольганың бетіне қойып аламыз. Және де менде осындай кольца бар. Осы кольцаны коржымызға жайлап жан-жағын қысып, осылай келтіріп аламыз. Және де осы кольцаның жандарына шығып тұрған фольганы осылай жабыстырып, кремнің ағып кетпеу үшін осылай жабыстырып шығамын. Егерде сіздерде кольца немесе фольга болмаған жағдайда еш нәрсе етпейді. Тек осындай үлкендеу ыдыс қана алып, осы корждарымызды бір-бірлеп қойып, кремдерімізді жабып шығамыз. Үлкен ыдыс ал деген себебім, артық кремдеріміз осы үлкен ыдысқа қарай ағып кетеді. Осылай жұмыс жасаған ыңғайлы болады сіздерге. Мінекей барлық корждарымызды дайындап алдық. Енді осы алғашқы коржымызға кремімізді құйып отырамыз. Менде 3-4 қасықтан кетеді. Және де кремімізді осылай барлық жеріне жеткізіп жайып шығамыз. Барлық кремдерімізді жағып болғаннан кейін тортымызды 4-5 сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Артық қалған корждардан осындай крошка жасап аламыз. Ол крошканы осындай уақ етіп жасау үшін ең әуелі алақанымызбен артық қалған корждарды түйіршіктеп аламыз. Одан соң оны ситадан өткіземіз. Сонда осындай әп-әдемі осындай крошкалар шығады. Осылай жан-жағын барлығын әсемдеп шығамын. Барлығын осы крошкамен түгелдей жауып тастаймыз. Айналасындағы артық фольгаларын осылай алып тастаймыз. Бұл рецепті қолданып келгеніме 5-6 жыл болып қалды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді және осындай өте әдемі торт медовик болып шығады.